Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, аяулы оқушылар, аса қымбатты әріптестер. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде 2019-2020 оқу жылының соңғы қоңырауына арналған іс-шаралар онлайн түрде өтуде. Мен де сіздерді осы бір тамаша мерекемен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ, ұзақ өмір, отбасылық құт-береке тілеймін. Індет ауруы бой алдырмас үшін үкіметіміз ата-аналар мен балалардың, мұғалімдердің денсаулығын сақтап қалу мақсатында қашықтан оқыту туралы шешімді де дер кезінде қолға алған еді. Сыныптағы балалардың барлығы да бірі WhatsApp-пен, бірі Classroom арқылы қатысып жүрді. Бірі сабақ кестесіне сай қатысса, енді бірі өз қалауымен, жағдайына байланысты ыңғайлы уақытында мұғаліммен кері байланыста бола алды. Күн өткен сайын балалардың да интернетті тиімді қолдануы артқандай. Менің оқығым келмейді деген бала болған жоқ. Сыныптағы 26 оқушы да бөлім бойынша, 90-дық бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындап, мұғалімдеріне жұмыстарын жүктеп отырды. Осынау ел басына түскен қиын сәтте оқушыларымыз да сын сағатты абыроймен өтті. 7-ші жыл сыныбы 2019-2020 оқу жылын 100% үлгеріммен аяқтады. 54% сынып сапасын көрсетті. Сынып озаттары Әміре Рабиу, Мұратжанқызы Мерей, Мұхаммедкәрім Сымбат, Мырзахан Ерсұлтан. Сынып екпінділері Аджибаева Аделия, Акбар Жасмин, Ауалбек Ақжан, Бакирова Гүлназ, Бегалихан, Жаментекова Айым, Құмархан Арсен, Мұратов Мағжан, Семғали Нұрай, Түлекбекова Айдана. Марапатталған оқушыларды құттықтаймын, алар асуларың көп болсын. Алдымызда 3 айлық демалыс күтіп тұр. Балалар, мен сендерді демалыс кездері қауіпсіздік шараларын сақтауларыңды сұраймын. Ата-аналарыңды тыңдаңдар, үй шаруасына көмектесіңдер. Әдеби көркем шығармаларды қазақ тілінде көп оқыңдар. Төтенше жағдай тәртібін қатал сақтаңдар. Және суға түсуге бара қалсаңдар, ата-аналарыңды міндетті түрде ескертіңдер. Жандарында ересек адамдар болсын. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, дейді біздің ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы. Ендеше осы 3 қасиеттің сендердің бойларында қалыптасуына тілектеспін. Сіздермен болған 7-ші Ж сынып жетекшісі Шәкемір қызы Ақмарал. Балалар, мен сендерді өте жақсы көремін. Мен сендерді сағындым. Қыркүйек айында аман есен 4 көзіміз түгел мектеп шаңырағында қауышайық. Сау, саламат болыңыздар.